Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайындағы бургерлерді дайындаймыз. Өте дәмді, қолжетімді, балаларыңыздың көңілін аулап, осылай жасасаңыздар болады. Ол үшін ең бірінші котлетін дайындайтын боламыз. Тартылған етімізге сәбіз, жуаны осылай блендерден өткізіп, үстіне тұз, бұрыш, мұзды қосып араластырамыз. Және де бір жұмыртқа қосып, әбден араластыратын боламыз. Және де осы дайын болған котлетімізді қолымызбен дөңгелек формаға жасап, осылай дайындап аламыз. Осы дайын болған котлеттерімізді холодильникке жарты сағат және 1 сағатқа салып қатырып алсақ болады. Қызып тұрған майымызға котлетіміздің екі жағын аунатып, қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Және де осы майымызға тартылғаннан кейін бургерлердің булочкалерін екі жағын қызартып алсақ болады. Булочкалердің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар, қарасаңыздар болады. Және де ең оңай соус бұл кетчуп пен майонез. Екі жағына кезек-кезек өстіп жағып аламыз да, енді жиналу жолын көрсетейін. Салат жапырағы, ірімшігіміз, котлетіміз және помидор, огурциларымызды осылай қойып, үстіне дөңгелек болып кесілген жуамызды қоямыз да, және бетін жабамыз. Ең жасалу жолы осы. Тағы бір көрсетіп кетейін. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасасаңыздар болады. Балаларыңыздың немесе үйдегі отбасыңыздағы адамдардың барлығының көңілінен шығады. Өте тойымды. Кез келген уақытта бургер жегіңіз келген жағдайда осы рецепт бойынша жасасаңыздар болады. Сіздермен бірге орнай, менің каналымды қолдап жіберіңіздер.